Білім және ғылым министрлігі премьер-министрдің орынбасары Ералы Тоғжановтың қатысуымен кеңейтілген алқа отырысын өткізді. Жиын модераторы білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетовтың кіріспе сөзінен кейін вице-министрлер мемлекет басшысының тапсырмасын орындау аясында атқарылған жұмыстар жайында баяндап, басым бағыттар бойынша жоспарланған кешенді шараларды таныстырды. Биылдан бастап мектепке дейінгі білім беру ұйымдары қызметінің сапасы жақсарады. Министрліктер мемлекеттік тапсырысты орналастыру қағидаларына өзгерістер енгізу арқылы педагогтердің біліктілігі, қауіпсіздік пен қолайлылыққа қатысты талаптарды күшейтеді. Сондай-ақ балабақшаларға кезекке тұрудың бірыңғай базасын құру жоспарланған. Бұл балабақшадағы орын бөлудің ашықтығын, қаржының мақсатты жұмсалуын және кезектің қайталанбауын қамтамасыз етеді. 2022 жылы жаңадан 200 мектеп салынады. Педагогтердің сапалық әлеуетін арттыру үшін 70 мың мұғалім жаңа білім беру бағдарламалары бойынша біліктілік арттыру курстарынан өтеді. Маңғыстау, Атырау, Алматы және Түркістан облыстарында мектеп оқушыларының білім сапасын арттыру мақсатында осы өңірлерге педагогтерді тарту үшін арнайы бағдарлама іске асырылмақ. Мемлекет басшысының дарынды балаларды қолдау жөніндегі тапсырмасын іске асыру аясында министрлік заңнамаға енгізілетін түзетулерді дайындады. Олар халықаралық пән олимпиадаларының жеңімпаздарына, жоғары оқу орындарына ұбт-сыз конкурстан тыс негізде білім алу үшін гранттар беруді көздейді. Сондай-ақ жүлдегерлер мен оларды даярлаған педагог жаттықтырушыларға да бір жолға ақшалай сыйақы төлеуді қарастырылған. Балалардың құқығын қамтамасыз ету бағытында қабылданған мемлекеттік шаралардың нәтижесінде еліміздегі балалар үй тәрбиеленушілерінің 81% отбасыда өмір сүру құқығына ие болды. Балалар үйінің саны 30-ға дейін қысқарды. 2021 жылы тағы 2 балалар үйі, бір қиын жағдайға тап болған балаларды қолдау орталығы, бір бөбектер үйі жабылды. Биыл колледждерде білім алу бойынша мемлекеттік тапсырыс көлемі артады. 120 мыңнан астам қазақстандық тегін техникалық және кәсіптік білім алалы. Ал жоғары оқу орындарының білім грантын 2025 жылға қарай 75 мыңға дейін ұлғайту жоспарлануда. 1 қыркүйектен бастап мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша қазақстандық жоғары оқу орындары студенттерінің стипендиясы 20%-ға, магистранттар мен докторанттардың стипендиясы 15%-ке өседі. Онлайн оқу білім алудың жаңа форматына айналады. Елімізде алғашқы онлайн университеттер ашылады. Жалпы жоғары оқу орындарында білім алу үшін гранттар саны 5 мыңға артады. Олардың 60% техникалық мамандықтар бойынша бөлінеді. Сондай-ақ болашақ бағдарламасын қайта қарастыру бойынша да жұмыс жүріп жатыр. Өткен жылы ғылымда қаржыландыру 2 есеге артты. Нәтижесінде ғылыми қызметкерлер саны 1,5 есе өсті. Алқа отырысына қатысқан премьер-министрдің орынбасары Ералы Тоғжанов министрліктің атқарған жұмысына оң бағасын беріп, отандық ғалымдардың вакцина жасау ісіндегі жетістігін ерекше атап өтті. 6 мемлекеттің ішінен 5-ші болып Қазақстан өзінің вакцинасын шығарған мемлекет болып табылды. Қандай көрсеткіштер дүние жүзінде бүгін осындай деңгейге шығарып жатыр. Сондықтан бұл үлкен жетістіктер. Сол мына ғалымдардың бәріне, Асхат Қанатұлы өзіңіз басқарған осылардың бәріне рахметімізді айтамыз. Ары қарай да жұмыс көп, бірге жалғастыруымыз керек. Олардың алдына қойылған тапсырма да бөлек. Қазір мына көптеген 43 мемлекет сол біздің вакцинаны бүгін алуға дайындықтарын көрсетіп отыр. Білім және ғылым министрлігі жыл сайын жас ғалым жобасы бойынша постдокторанттарға 1000 грант бөледі. Сондай-ақ президенттің қолдау аясында жыл сайын 500 ғалым әлемнің жетекші ғылыми орталықтарына тағылымдамадан өтуге баратын болады. 2000-нан астам ғалымға алған гранттарына қарамастан тұрақты түрде жалақы төленеді. Ғылыми зерттеу институттарында материалдық техникалық жаңарту жұмыстары да жалғасады. Сондай-ақ әр ғылыми зерттеу институттарын дамыту стратегиясын бекітіп, жоғарғы оқу орындары мен ғылыми институттар тығыз қарым-қатынасын дамытуға арнайы кешенді шаралар қабылданатын болады.